Ассалямуалейкум қыздар. Бүгін біз магазиннен сатып алып жүрген печеньенің оригинал рецептін үйренетін боламыз. Ең алдымен 200 грамм бөлме температурасында тұрған жұп-жұмсақ 82%-дан жоғары сары майға 120 грамм қант ұнтағын салып, жақсылап силиконды қасық күрекшемізбен ары-бері араластырып отырып, бір келкі масса шығарамыз. Бұл рецептпен бір рет болса да жасап көрсеңіз, дүкендегі печеньені алмайтын боласыз. Бұған мен сенімдімін, өйткені дәмі сондай керемет, дәл дүкендегідей болып шығады. Сонымен қатар қонақ келген кезінде біраз ақшаға сіз печенье сатып алғаннан көрі, осы массамен 2-3 түрлі әртүрлі формадағы печеньелерді жасап, дастарханыңыздың сәніне айналдыра аласыз. Және де өз қолыңыздан шыққан печенье болғандықтан, оның құрамына нақты сенімді боласыз, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Ал қазір сіз видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Шетінде тұрған колокольчикті де басуды ұмытып кетпеңіз. Масса толық біріккеннен кейін үстіне 2 жұмыртқаның сарысын салып, тағы да барлығы біріккенге дейін араластыратын боламыз. Толық барлығы араласты. Енді осының үстіне 270 немесе 300 грамм ұн салатын боламыз. Қыздар, 270-300 грамм деп отырған себебім, қазір мен одноразовый мешокпен әртүрлі формалар жасаймын. Ол кезде мен 300 грамм салатын болсам, қамыр өте қатты плотны болады да, одноразовый мешокпен жұмыс жасау өте қиын болады. Сол себептен 270 грамм саламын. Бірінші лопаткамен араластырып аламын, одан кейін қолымен араластырамын. Қамыр қолға жабысатын сондай болып шығады, еш қорықпаңыздар. Енді осыны мен 2 бөлікке бөлдім. Bir бөлігіне жұлдызша насадкасымен мешокқа салып, әртүрлі формалар жасадым. Міндетті түрде ескеретін жағдай, мешоктарыңызды 2 қабаттаңыздар, өйткені жарылып кетеді қазір жұмыс жасап жатқан кезінде. Көріп тұрғандарыңыздай, бір насадкамен әртүрлі формадағы печеньелерді шығаруға болады. Және де бұл дегеніміз дастарханда әртүрлі печеньелерді қоюларыңызға да мүмкіндіктеріңіз бар деген сөз. Осы уақытқа духовкамызды 180 градуста ысытып қоямыз. Пергамент бумагасына барлығын саламыз. Қалған жартысына бір ас қасық какаоны салып, осылай әртүрлі кішірек домалақ етіп, мен кепсермен, вилкамен әртүрлі формалар жасадым. Ал сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты неше түрлі формадағы печеньелерді жасай берулеріңізге болады. Печеньені жайып, әртүрлі формачкалармен кесіп, жұмыс жасайтын болсаңыздар, 300 грамм ұнмен жұмыс жасай берсеңіздер, тіптен керемет болады. Міне осындай ғып жасап шығамыз, 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің печенье дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарий күтемін сіздерден. Ас болсын.